Айта ғой, ә? Тұра ғой. Кім айтады? Давайте, қыздар. Еркежан, айта ғой. Не түсіндің? Bir үйде bir қарт әйел жалғыз басты тұрады. Оның үйі бір бақшада үлкен зәулім үй болады. Дұрыс. Bir күні өзінің үлкен бақшасында жұмыстарын істеп жатқанда бір бейтаныс адамдар кездестіреді. Сол бейтаныс адам әйелден сұрайды. Еркежан, рахмет, отыра ғой. Әрі қарай кім жалғастырады? Ал жалғастыра ғой. Тұра ғой. Бейтаныс адам әйелден сұрайды. Неге сіз өз жалғызыңыз жүрсіз, ешкім сізге көмектеспей ма дейді. Ол қарт әже, менің ешкімім жоқ деп жауап береді. Рахмет, отыра ғой. Кім айтады? Әрі қарай жалғастырып. Кім айтады? Асылназ. Сіздің тума-туыстарыңыз бар ма деп сұрайды. Әйел жоқ деп жауап береді. Ағаңыз, көкеңіз бар ма деп сұрайды. Тағы да жоқ дейді. Жақсы. Әрі қарай. Мұсайба жалғастыра. Тұра ғой. Әрі қарай қалай болды? Сол аяқтан өсіп. Жақсы, әрі қарай жалғастыра ғой. Балаңыз бар ма дейді. Жоқ дейді олды. Онда сіз қалай үлкен үйде тұрады деп сұрайды. Кәрі айтады. Мен өзім тұрсам да, мен деген намаз оқимын, таңертеңнен бастап намаз оқимын дейді. Қарт әже сосын. Әрі қарай. Сұрайды. Ол кәрі әже айтады, мен намаз оқып болып, Раббымнан көмек сұраймын дейді. Әрі қарай. Гүлфайруз. Раббысынан көмек сұрады. Сосын не болды? Мен оған күнде көмек сұраймын. Құлақ қалсам, құлап қалса не істейді екен? Алла Тағала оған көмек көрсетеді екен, адамдар жіберіп, иә? Кім айтады? Құлап қалған кезде, Алла Тағала көмектеседі екен. Сол кезде бейтаныс бала әженің ойын жақсы екенін түсініп, әжеден сізге көмектессем бола ма деп сұрайды. Сол кезде қарт әже, мен Алладан таңертең тұрғанда Алладан көмек сұрап едім, маған сені жіберді деп жұмысқа шығарады. Әрі қарай, Жұлдыз. Осылайша жаңағы адамға өзінің жұмысында кішкентай ағаштарды кесу керек екенін айтады. Осылайша оған орманды көрсетеді. Жақсы. Машалла, жарайсыздар. Көп нәрсе түсіндіңіздер ғой, осы әңгімеден, иә? Бұда енді бұл дегеніміз Фатиха сүресінің 5-ші аятын айтып жатыр. Біз Фатиха сүресін оқисыздар ғой, иә, ылғида. 5 күнде намазда Фатиха сүресін оқисыздар, иә? Сол Фатиха сүресінің 5-ші аятында келеді. Уа Алла Тағалам, саған ғана құлшылық қыламыз, және сенен ғана көмек сұраймыз деген. Міне осы аяттың тәпсірі осында.